Ал Ақмола облысының Бурабай ауданында жігер әскери патриоттық лагері өз жұмысын қорытындылады. Мұнда еліміздің барлық өңірінен келген 70-тен астам адам бас қосты. Оқушылар, студенттер, педагогтер мен әскерилер армияның орталық спорт клубы мен кадет корпусының базасында 5 күн бойы жаттығып түрлі сайыстарға қатысты. Лагердің басты мақсаты отанға қызмет ету мен оны қорғау идеясын қалыптастыру дейді ұйымдастырушылар. Жиын еліміздегі әскери патриоттық қозғалыс мәселелеріне арналған қоғамдық тыңдаумен аяқталды. Өз кезегінде парламент сенатының депутаты Дариға Назарбаева жігер әскери патриоттық лагерін еліміздің түрлі облыстарында жылына 2 рет ұйымдастыруды ұсынды. Қазақстан армиясы жасасын! Туған топырағы мен халқын қадірлейтін адам аянбай өзгеге үлгі болғаны жөн. Сол себептен бүгін әскери патриоттыққа қозғалыс жас ұрпақты отан сүйгіштік рухта тәрбиелейді деп сенемін. Ұлан ғайыр жеріміз бен оның байлығына қылмыс әлемі де сұқтана қарайды. Бірақ таяу шығыстағы қасіреттің бізде қайталануына жол бермейміз. Бүгінгі Қазақстанға сіздер сияқты көкірегі ояу, отан сүйгіш жігерлері, сенімі берік жастар керек. Біз сіздерге сенім артамыз. Әр келген қатысушының біліктілігін арттыруға әскери шендік, әскери қызметкер, МВП, әскери алғашқы дайындық пән мұғалімдеріне барлықтарының біліктілігін арттыруға арнайы семинар тренингтер өткізілді. Және әскери қабілеті бар жігіттер олардың арасында арнайы сайыстар ұйымдастырылды. Және біз қоғамдық ұйымдардың өкілдері ретінде дәл осы әскери патриоттық тәрбиенің маңыздылығын түсіне отырдық.